Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен актуалды тақырыптан бірі сақтандыру сыйақысын қайтару бойынша толыққанды ақпарат беріп өтем. Жалпы сақтандыру дегеніміз не, сақтандырудың қандай түрлері бар? Қазақстан Республикасында сақтандыру шарты жасалған кезде сақтандыру сыйақысын заңды түрде қайтарып алудың негіздері бар, оларға нелер жатады, соларға бойынша сіздерге ақпарат беріп өтемін. Егер видеом қызықты болса, сіздер өздеріңізге керекті ақпараттарды алдым деп санасаңыздар, мені қолдап өтсеңіздер лайкпен, және де қосымша тағы заң мәселелері бойынша құқықтық консультация алғыларыңыз келсе, ең соңында номер көрсетіледі, соған жазсаңыздар болады, немесе қызықты тақырыптарды жазсаңыздар комментарияға, ол бойынша тағы да осындай форматта видео түсіремін. Ал бисмилля деп бастасақ, жалпы сақтандыру дегеніміз не, соған тоқталсақ, сақтандыру бұл болашақтағы ықтимал қаржылық шығындарды немесе тәуекелдерден қорғану үшін жасалатын экономикалық қарым-қатынас болып табылады. Яғни сақтандыруды біз былай деп түсіндіре аламыз да, яғни сақтанушы дегеніміз бұл субъекті да, яғни бұл сақтанушылар жеке тұлғада болуы мүмкін, заңды тұлғада болуы мүмкін. Осы сақтанушы мен сақтандырушы арасында, сақтандырушы деген сақтандырушы компания, немесе сақтандыру компаниясы, осы субъектілер арасында жасалынған шарт негізінде қалыптасатын қарым-қатынастар бұл сақтандыру қарым-қатынастары болып табылады. Яғни анықтамадан уже түсінсек болады, сақтандыру қарым-қатынастарының субъектілері бізде жеке тұлға, заңды тұлға және сақтандыру компаниясы болып табылады. Жалпы сақтандырудың екі түрі бар, ол ерікті сақтандыру және міндетті сақтандыру. Өзі атау айтып тұрғандай, біз логически ойласақ, анықтамасын шығарсақ болады. Міндетті сақтандыру дегеніміз бұл міндетті түрде заңмен талап етілетін сақтандыру, немесе бізде Қазақстан Республикасында міндетті түрде сақтандырылуы тиіс нысандар бар, соларға байланысты қолданылатын сақтандыру шарты болып табылады. Мысалы үшін оларға автокөлік иелерінің азаматтық құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды айтсақ болады. Келесі ерікті сақтандыру. Ерікті сақтандыру дегеніміз, яғни сақтанушының, жеке тұлға болсын, заңды тұлға болсын, өз еркімен жасайтын сақтандыру шарты болып табылады. Мысалы үшін ерікті сақтандыруға өмірді сақтандыруды, денсаулықты сақтандыру немесе кез келген бір мүлікті сақтандыруды айтсақ болады. Яғни бұл екеуінің де айырмашылықтары неде? Мысалы үшін міндетті сақтандыруда Қазақстан Республикасының заңдарында нақты мөлшерлемелер көрсетіледі. Яғни сіз мынандай мөлшерлемеде сақтандыру жарналарын төлейсіз, немесе сақтандыру сыйақысын төлейсіз деп, яғни міндеттелінген болып табылады. Ерікті сақтандыруда, яғни ол сақтанушы компания мен сақтанушы бараттан өзі келісім жасайды, сол келісімде мөлшерлемелерін анықтайды, яғни сақтандыру жарнасын, сақтандыру сыйақысын және өз бастамасы бойынша оған аударымдар жасауды айтсақ та болады. Енді осы сақтандыру қарым-қатынастары Қазақстан Республикасында, яғни ерікті сақтандыру, міндетті сақтандыру, олардың мөлшерлемелерін анықтауды біз міндетті түрде заңнамалық тұрғыдан реттеуіміз керек. Ол бізде Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі және сақтандыру қызметі туралы заңмен реттелініп отырады. Білесіздер, жалпы құқықтың маңыздылығы осы реттеушілік және қорғаушылық функциялар бар, солармен белгіленеді. Яғни кез келген, Қазақстан Республикамыз қоғам ғой, сол қоғам мүшелері арасына қарым-қатынастарды реттеуде құқықтың маңыздылығы өте жоғары. Келесі, енді сақтандыру сыйақысы дегеніміз не? Соған тоқталатын болсақ, нақты сіздерге керек ақпараттермен қазір бөлісемін. Мысалы үшін, сіз сақтандыру келісім шартын жасайсыз, бұл в основном қызық болуы мүмкін. Сіздерге несие шартын айтайықшы. Бізде екінші деңгейлі банктер бар, оның екінші атауы коммерциялық банктер, яғни Халық банк, Форте банк, кез келген ұлттық банктен лицензия алып, банктік қызмет көрсететін банктерді біз екінші деңгейлі коммерциялық банктер деп атаймыз да. Сол банктердің, кей банктерде сіз міндетті түрде несие алатын болсаңыз,
сақтандыру шартын қоса жасауымыз керек. Және де банктен бөлек бізде микроқаржылық ұйымдар бар, иә. Осы микроқаржылық ұйымдардан микроқаржылық несиелерді алған кезде де кей микроқаржылық ұйымдар талап етеді сіздерден несие, яғни сақтандыру шартын жасауға несие алған кезде, ал кейбіреулерде міндеттемейді, ерікті түрде жүзеге асырады, иә. Вот, осы аталған міндетті түрде сіз несиені алу үшін сақтандыру шартын жасауыңыз керек деп көрсетілетін болса, және сіз несиені алған кезде сақтандыру шартын қоса жасасаңыз, сіз міндетті түрде сақтандыру сыйақысын төлейсіз. Яғни сақтандыру сыйақысын төлейсіз, және де төленген сәттен бастап несиені шарты жасалынады, және несие бойынша негізгі ақшаны сіз ала аласыз, иә. Вот, сол несиені алған күннен бастап, және сақтандыру шартын жасаған күннен бастап, сіз 14 жұмыс күні ішінде құйған сақтандыру сыйақысын қайтарып ала аласыз заңды түрде. Және де бұл бірінші мысал. Яғни кең мағынада ашып айтайын сіздерге. Мысалы үшін сіз бардыңыз Народный банкте бар, Халық банктан 1 миллион несие алдыңыз. 1 миллион теңге. Вот 1 миллион теңгені сіз 3 жылға алдыңыз да. И 3 жылға 1 миллион теңге алған үшін бізде Халық банкты приложениеге кірсеңіздер, сақтандыру шартын жасасаңыз, и 5 сақтандыру шартысы жасасаңыз, екеуінің ай сайынғы төлемі екі түрлі, иә. Сақтандыру шартымен шамалы аздау болады. Сол себепті в основном көбі несие алған кезде сақтандыру шартымен несие алады. И сақтандыру шартын жасағаннан кейін сіз қанша миллион кредит, яғни кредит несиенің мөлшерлемесі қанша теңге, соған сәйкес сақтандыру сыйақысы айқындалады, иә. Вот, несиені алғаннан кейін сіз өзіңіз ерікті түрде өтініш жаза отырып, яғни сақтандыру компаниясын таңдайсыз ғой, Евразия сақтандыру компаниясы бар, және де басқа да сақтандыру компаниялар бар, иә. Солардың басшылығына өтініш жазасыз, және сақтандыру сыйақысын 14 жұмыс күн ішінде қайтарып аласыз. Бұл жерде мерзімі сол несие алғаннан кейінгі 14 жұмыс күні. Одан асып кетсе, сіз оны кері қайтарып аламайсыз, соны ескерсеңіз. Екінші жағдай сақтандыру сыйақысын қайтару. Ол егер сіз несиені досрочно жабылған кезде. Бірақ ескеретін жағдай, досрочно жабылуды былай деп түсінесіздерге. Мысалы үшін сіз кредитті, то есть несиені 3 жылға алдыңыз, иә. Алдыңғы мысал бойынша Халық банктан 3 жылға 1 миллион теңге несие алдыңыз да. И 14 жұмыс күнін өткізіп алдыңыз деп алайық та. Мысалы үшін білмей қалдыңыз, әртүрлі себептермен, сосын сақтандыру сыйақысын қайтарған жоқсыз, иә. Бірақ сіз егер 3 жылға жетпей несиені 6 айда жауып тастауыңыз мүмкін да. Мысалы үшін 6 айда жауып тастасаңыз, досрочно жабылған негізге ала отырып, сіз сақтандыру сыйақысын, яғни жылына есептелінеді да, мерзіміне жасалған сақтандыру шартының мерзімі болады. Сол мерзімі бойынша сыйақы есептелінеді. Қалған мерзіміндегі сақтандыру сыйақысын өндіріп аласыз. Бірақ бұл жерде тағы да бір ескеретін жағдай бар да. Мысалы үшін, в основном несие алған кезде сақтандыру шарты 1 жылға жасалынады. Кей жағдайларда 3 жылға жасалуы мүмкін. Мерзім ұзақ болған сайын сақтандыру сыйақысының мөлшерлемесі де көп болады. Мысалы үшін, сақтандыру сыйақысы шарты жасаған 1 жыл болса, и сіз негізгі кредит төлеу алған, яғни өтеу мерзім 3 жыл болса, сіз қазіргі таңда несиені 1,5 жыл бойы жауып жүрсеңіз, сіз уже сақтандыру сыйақысын, сақтандыру шарт жасалынған болса, сақтандыру сыйақысын қайтара алмайсыз. Өйткені уже сіздің сақтандыру шартының мерзімі бітіп қалды, яғни 1 жылға жасалынған болса. Яғни қысқа түрде қорытындылай келе айтатын болсақ, сіздер сақтандыру сыйақысын 2 жағдайда ғана Қазақстан Республикасындағы заңнамалар бойынша заңды негізде қайтара аласыз. Бірінші ол несиені алған кезде, сақтандыру шартын рәсімдеген күннен бастап 14 жұмыс күні ішінде кері қайтарып аласыз. Сақтандыру сыйақысын төлеген болсаңыз, немесе кредит бойынша ұсталып қалынады, білесіздер, иә. Одан кейін ерте жабылған, немесе досрочно жабылған дейміз, кредитті, ерте қарызыңыз жабылған жағдайда, яғни мысалы, алдында мысалмен келтірдім, сол негіздерде ғана сіз сақтандыру сыйақысын қайтарып ала аласыз. Егер осы аталған
айтылған ақпараттарым сіздерге пайдалы болса, егер қосымша тағы сұрақтарыңыз болса, осы көрсетілген номерге либо электронды почтаға жазсаңыздар болады, жауап беремін. Осы сақтандыру сыйақысын қайтару бойынша менде қызмет түрі бар. Ол бойынша да сұрақтар қойып, жекеме WhatsApp, яғни мына номерде WhatsApp көрсетілген WhatsApp арқылы шықсаңыздар болады. Берген ақпаратым пайдалы болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.